Мен Жекебаева Кенжегүл Бегімше қызы нөмір 68 жалпы орта білім беретін мектептің қазақ тілі әдебиет пән мұғалімі. Алдымызда отырған әр оқушы жеке тұлға. Сол әр оқушының өзіндік ерекшелігі, қабілетін айыра біліп, оны әрі қарай дамыту, ұзақта үздіксіз жұмысты қажет етеді. Әр ұстаз өзінің жұмысының нәтижесін көргісі келетіні де сөзсіз. Сол себепті өзім сабақ беріп жүрген сыныптардың үлгерімін өте төмен оқушылармен жұмыс жүргізуді жөн көрдім. Тестілеу қазіргі кезде көптеген дамыған елдердің білімін ажырамас бөлігіне айналған, жастардың дайындық деңгейін және жалпы білім сапасын болжаудың тиімді құралы ретінде пайдаланылады. Оқушылардың білімін мемлекеттік стандарттық талаптарға сәйкестендіретін бақылаудың ұйымдастырудың бір түрі тестілеу бақылау жүйесі. Бұл тестілеудің мақсаты үлгерімі төмен оқушылардың білімін жетілдіру, ойын сезімін ояту, білімге үйренуге дағдыландыру, жеке тұлғаның қабілетін арттыру мақсат ретінде қолданылады.